Қышқылдық гидролиздің арқасында металдың гексааква иондары сулы ерітіндіде диссоциация өнімдерімен тепе-теңдікте болады. Тепе-теңдіктегі жүйеге қышқылды қосқанда сутек иондарының концентрациясы артады. Тепе-теңдік солға қарай артық мөлшердегі гидроксоний иондарының азаюы жүретін жаққа қарай ығысады да гексааква иондарының мөлшері көбейеді. Негіз қосқан кезде керісінше болады. Мысалы, ерітіндіге натрий гидроксидін қоссақ, гидроксид иондар гидроксоний иондарымен әрекеттесіп, олардың мөлшерін азайтады. Нәтижесінде бұл өзгерісті теңгеру үшін тепе-теңдік оңға қарай жылжиды. Гидроксид иондарды қосуды жалғастырса, екінші диссоциация тепе-теңдігі де оңға қарай жылжиды. Нәтижесінде металл гидроксидінің ерімейтін тұнбасы түзіледі. Мысалы, мыс 2 тұзының көк түсті ерітіндісі натрий гидроксидімен әрекеттескен кезде көк түсті мыс 2 гидроксидінің тұнбасы түзіледі. Сол сияқты алюминий тұзы да алюминий гидроксидінің ақ тұнбасын түзеді. Тұнбаға қышқылды қосу гидроксид иондардың жойылуына әкеледі. Тепе-теңдік қайтымды, сондықтан гидроксидтер қышқылдық ерітіндіде қайта еріп, гексаакваметалл иондарын түзеді. Металл иондары оң зарядталған және әдетте бос электрондық орбитальдарға ие. Сондықтан олар электрон жұптарының акцепторы болады. Бұл металл иондары Льюис теориясы бойынша қышқыл болып табылатын білдіреді. Анықтама бойынша лигандтар дегеніміз бөлінбеген электрон жұптарын бере алатын молекулалар немесе аниондар. Сондықтан лигандтар Льюис теориясы бойынша негіздерге жатады. Олай болса, металл комплекстерінің түзілуін қышқыл мен негіз арасындағы реакция ретінде қарастыруға болады. Мысалы, күміс ионы мен аммиактың реакциясында металл ионы Льюис қышқылы, ал аммиак Льюис негізі болып табылады. Сол сияқты көк түсті гексааква-мыс 2 ионның түзілуін Льюис қышқылы мен Льюис негізінің 6 молекуласы арасындағы реакция ретінде сипаттауға болады. Екі жағдайда да координациялық байланыстар түзіледі. Көптеген металл гидроксидтері натрий гидроксидінің артық мөлшерімен әрекеттесіп, аниондық комплекстер түзеді. Әдетте мұндай реакцияларды жүзеге асыру үшін концентрациясы жоғары, мысалы 2 молярлы натрий гидроксидінің ерітіндісі керек. Мысалы, хром 3 тұзының қою көк ерітіндісіне сұйылтылған натрий гидроксидінің ерітіндісін қосқан кезде, басында сұр жасыл түсті хром гидроксидінің тұнбасы түзіледі. Натрий гидроксидінің артық мөлшерін қосқан кезде, тұнба қайта еріп, қою жасыл түсті гексагидроксохромат 3 иондарының ерітіндісін түзеді. Қышқылды қоссақ, бұл реакция кері бағытта жүреді. Реакция барысында алдымен гидроксид тұнбаға түседі, одан кейін қышқылдың артық мөлшерінде тұнба еріп, гексааквахромат 3 иондарын түзеді.
Осылайша хром 3 иондары ерітіндінің pH мәніне байланысты сулы ортада гексааквахром 3 катиондары бейтарап хром 3 гидроксиді немесе гексагидроксохромат 3 аниондары түрінде кездесе алады. Қышқылмен де, негізбен де әрекеттесетін гидроксидтер амфотерлі гидроксидтер деп аталады. Басқа амфотерлі гидроксидтердің мысалына алюминий гидроксиді, мырыш гидроксиді және қорғасын 2 гидроксиді жатады. Сулы аммиак суда біраз дәрежеде диссоциацияланып, гидроксид иондар түзетін әлсіз негіз. Сол себепті аммиак ерітінділері сілтілік болады және металл гидроксидтерін тұнбаға түсіреді. Мысалы, аммиактың темір 3 тұзының ерітіндісімен әрекеттесу нәтижесінде қызыл қоңыр түсті темір 3 гидроксидінің тұнбасы түзіледі. Көптеген металл гидроксидтері аммиактың артық мөлшерінде лигант алмасу реакциясының әсерінен ериді. Нәтижесінде суда жақсы еритін амин комплекс иондары түзіледі және олардың көбісі белгілі бір түске ие болады. Мысалы, никель 2 тұзының жасыл ерітіндісіне аммиакты қосқан кезде алдымен жасыл түсті никель 2 гидроксидінің тұнбасы түзіледі. Алайда бұл гидроксид аммиактың артық мөлшерінде еріп, ашық көк түсті гексаамин никель 2 иондарын түзеді. Натрий карбонаты сияқты сілтілік металдардың карбонаттары суда диссоциацияланып, карбонат иондарды түзеді. Карбонат иондар қышқылдармен әрекеттеседі. Сондықтан гидроксоний иондарының қатысында келесі реакциялар жүреді. Соңында ерітіндіден газ түрінде бөлініп шығатын көміртек диоксиді түзіледі. Металл акваиондары қышқылдық гидролиздің нәтижесінде біраз мөлшерде гидроксоний иондарын түзеді. Металл 2 иондары аз дәрежеде ғана гидролизге ұшырайды. Сондықтан гидроксоний иондарының концентрациясы тепе-теңдікті көміртек диоксидінің түзілу жағына қарай ығыстыру үшін жеткіліксіз болады. Ерітіндіде карбонат иондар болғандықтан металл 2 карбонатының ерімейтін тұнбасы түзіледі. Мысалы, натрий карбонатын кобальт 2 тұзының ерітіндісіне қосқан кезде кобальт 2 карбонатының қызғылт түсті тұнбасы түзіледі. Металл 3 акваиондарының гидролиздену дәрежесі жоғарырақ болады. Металл 3 иондарындағы заряд тығыздығы металл 2 иондармен салыстырғанда жоғары, сондықтан байланысқан электрондар орталық атомға қарай тартылады. Бұл су молекуласындағы сутек оттек байланысын әлсіретеді. Сондықтан гидроксоний иондарының көп мөлшері түзіледі. Нәтижесінде гидроксоний иондарының салыстырмалы түрде жоғары концентрациясы тепе-теңдікті ерітіндіден газ түрінде бөлініп шығатын көміртек диоксидінің түзілу жағына қарай ығыстырады. Көміртек диоксидінің түзілуіне гидроксоний иондары жұмсалып кетеді. Ал ол өз кезегінде акваиондағы координацияланған су молекулаларының диссоциацияға ұшырауына әкеледі. Осылайша карбонат емес металл 3 гидроксиді тұнбаға түседі. Мысалы, темір 3 тұзының ерітіндісіне натрий карбонатын қосқан кезде қызыл қоңыр түсті темір 3 гидроксидінің тұнбасы түзіледі. Сулы ерітіндіде темір 3 карбонатын алу мүмкін емес. Тұз қышқылы арениус қышқылы болып есептеледі. Өйткені ол сулы ерітіндіде гидроксоний иондарын түзеді. Сондай-ақ ол Брюнстед-Лоури қышқылына да жатады. Себебі су молекулаларына протондарын береді. Льюис теориясы бойынша да ол қышқыл, өйткені ол су молекуласының бөлінбеген электрондар жұбын қабылдай алады. Бұл реакцияда су молекуласы Льюис негізі ретінде әрекет ететіндігін айта кеткен жөн. Аммиак арениус негізі болып табылады. Себебі ол сумен әрекеттесіп, гидроксид иондарды түзеді.
Ол су молекуласынан протон қабылдай алады. Сондықтан ол Брёнстед-Лоури негізіне де жатады. Сондай-ақ аммиак бөлінбеген электрон жұбын су молекуласынан бөлініп шығатын протонға бере алады. Сол себепті ол Льюис негізі болып есептеледі. Алайда Льюис теориясы оған дейінгі қышқыл негіздік теориялармен салыстырғанда кеңірек мағынаға ие. Мысалы, Льюис теориясы бор трифториді мен аммиак арасындағы реакцияны қышқыл негіздік реакция тұрғысынан түсіндіреді. Бұл реакцияда аммиак молекуласы Льюис негізі ретінде әрекет етіп электрон жұбын беруші болса, бор трифториді осы жұпты қабылдаушы Льюис қышқылы болып табылады. Нәтижесінде бор және азот атомдары арасында жаңа координациялық байланыс түзіледі. Бұл реакция жағдайында Арениус теориясы да, Брёнстед-Лоури теориясы да бор трифторидін қышқыл ретінде қарастырмайтындығын ескерген жөн. Льюис теориясы бойынша қышқылдар мен негіздердің анықтамасы Арениус және Брёнстед-Лоури теорияларындағы анықтамадан өзгеше. Дегенмен бұрынғы теориялар бойынша қышқыл немесе негіз деп сипатталған заттар Льюис теориясы бойынша да сәйкесінше қышқыл және негіз болып қала береді. Металл тұзы суда ергенде металл иондары су молекулаларымен гидраттанып, аквакомплексті иондар түзеді. Металл иондары лиганттардың, яғни су молекулаларының электрон жұптарын қабылдайды. Сондықтан бұл реакция Льюис теориясы бойынша қышқыл негіздік реакция болып табылады. Әдетте, аквакомплекстердің координациялық саны 6-ға тең. Кейбір тұздардың түсі металл иондарының гидратациясы кезінде өзгереді. Мысалы, ақ түсті сусыз мыс сульфаты гексааквамыс 2 ионының түзілуіне байланысты көк түске өзгереді. Көк түсті сусыз кобальт хлориді гидратация барысында түсін қызғылт түске өзгертеді. Бұл реакция судың бар ма жоқ па екендігін анықтау үшін пайдаланылады. Металл иондардың гидратациясы экзотермиялық процесс. Гидратация кезінде бөлінетін жылу мөлшері ионның заряды мен өлшеміне байланысты болады. Алюминий 3 ионы секілді кішкентай жоғары зарядталған иондар өлшемдері үлкенірек металл 2 катиондарына қарағанда су молекулаларын жақсырақ тартады. Сондықтан сусыз алюминий тұздарының сумен әрекеттесуі көп мөлшерде жылу бөле жүреді. Көптеген металл иондарының су молекуласымен мықты байланысатыны сонша, ертіндіні буландыру арқылы да аквакомплекстегі суды бөліп алу мүмкін болмай қалады. Мысалы, ыстық қаныққан кобальт хлоридінің судағы ертіндісін буландырғанда, әр кобальт ионы октаэдр пішінді 6 су молекуласымен қоршалған кобальт хлоридінің гексагидратының қызғылт түсті кристалдары түзіледі. Басқа да көптеген металдар гидратталған тұздар түзеді. Мысалы, мыс 2 сульфатының пентагидраты немесе темір 3 нитратының моногидраты сияқты тұздар. Мырыш тұзын суда ерткенде, түзілген гексааквамырыш иондарының концентрациясы 0,1 моль бөлінген литрге тең болса, pH өзгерісін анықтайық. Мырыш 2 ионы үшін Ka мәні 2,5 көбейтілген 10-10 дәрежесі моль бөлінген литрге тең. Ka өрнегіне сәйкес мәндерін қойып, сутек иондарының концентрациясы 5 көбейтілген 10-6 дәрежесіне. Сәйкесінше, pH мәні 5,3-ке тең екенін есептей аламыз. Яғни, бұл әлсіз қышқылдық ертінді. 2000 гексааквакомплексті ионның ішінен тек біреу ғана гидролизге ұшырайды. Демек, диссоциацияланбаған аквакомплекс әлі де ертіндінің негізгі бөлігін құрайды. Темір 2 тұзы мен темір 3 тұзының 1 молярлы ертінділерінің қышқылдығын зертханалық pH метрдің көмегімен салыстырайық. Темір 2 тұзы ертіндісінің ортасы өте әлсіз қышқылдық. Және pH мәні 6-ға жақын. Темір 3 тұзы ертіндісінің қышқылдылығы күштірек. Оның pH-ы шамамен 3-ке тең. Бұл үрдіс барлық металл тұздарына ортақ. Металл 2 тұздары pH мәні шамамен 5-6-ға тең болатын ертінділер түзеді. Ал металл 3 тұздары ертінділерінің pH-ы 2 мен 3 аралығында болады. Мұны қалай түсіндіруге болады?
Металл 3 иондары металл 2 иондармен салыстырғанда жоғары зарядқа ие, және олардың өлшемдері кішірек. Бұл екі фактордың бірігуі металл 3 иондарының электрон тығыздығының үлкен болуына келеді. Сондықтан олар координацияланған су молекулаларындағы байланысқан электрондарды күштірек тартады да, оттек-сутек байланысын әлсіретеді. Ол өз кезегінде қышқылдық гидролизге әкеледі. Темір 2 ионының заряды плюс 2-ге, иондық радиусы 78 пикометрге тең, ал темір 3 ионының заряды плюс 3-ге тең және иондық радиусы 64 пикометрді құрайды. Сәйкесінше гексааква темір 2 ионының диссоциация тұрақтысы 7,9 көбейтілген оның минус 11 дәрежесі моль бөлінген литрге тең. Ал гексааква темір 3 ионының диссоциация тұрақтысы үлкенірек. 6,5 көбейтілген оның минус 3 дәрежесі моль бөлінген литрге тең. Бір қызығы, гидратталған темір 3 ионының қышқылдық гидролизі кезінде түс өзгерісі байқалады. Гексааква темір 3 ионы ашық күлгін, ал диссоциация өнімі қызғылт қоңыр түске ие. Сондықтан ашық күлгін түсті гидратталған темір 3 ионының тұзы суда ерігенде, қызғылт сары түсті ерітінді алынады. Себебі диссоциация өнімінің түсі диссоциацияға ұшырамаған гексааква темір 3 иондарының түсін басып кетеді. Гексааква комплексті иондағы су молекулалары оң зарядталған орталық металл ионның әсерінен поляризацияланады. Электрон тығыздығы орталық атомға қарай жылжығандықтан, координацияланған су молекуласындағы OH байланысы бос, координацияланбаған су молекуласындағы қарағанда оңай үзіледі. Нәтижесінде сулы ерітіндіде келесі реакция теңдеу арқылы сипатталатын тепе-теңдік орнайды. Берілген процесс қышқылдық гидролиз деп аталады. Себебі ол қышқылдар диссоциациясына ұқсайды және координацияланған су молекуласы сутек ионы мен гидроксид ионға ыдырайды. Реакцияның тепе-теңдік тұрақтысы КЦ келесідей өрнектеледі. Гидроксоний иондары мен пентааква гидроксометалл иондарының концентрациясы бірдей болғандықтан және судың концентрациясы өзгермейді деп есептеп, теңдеуді келесідей қысқаша түрде жазуға болады. Ка дегеніміз гидратталған металл ионның қышқылдық диссоциация тұрақтысы. Ка мәні үлкен болған сайын, түзілетін сутек иондарының мөлшері көп болады және ерітіндінің қышқылдық қасиеті артады. Егер біз әртүрлі металдардың бір реагентпен, мысалы тұз қышқылымен қалай әрекеттесетінін салыстыратын болсақ, металдарды химиялық белсенділігінің өсу реті бойынша орналастыра аламыз. Металдардың осындай ретпен орналастырылған қатары металдардың белсенділік қатары деп аталады. Ең белсенді металдар калий, натрий және кальций белсенділік қатарының жоғарғы жағында орналасқан. Қатары бойынша жоғарыдан төмен қарай металдардың белсенділігі кемейді. Белсенділік қатарына бейметалл болса да, сутектің енгізілгеніне назар аударыңыз. Осы арқылы қай металдардың сулы ерітіндіден сутекті ығыстыратынын, ал қай металдардың ығыстыра алмайтынын болжай аламыз. Бұл қышқылдармен мүлдем әрекеттеспейтін металдардың да бар екендігін көрсетеді. Мысалы, магний белсенділік қатарында сутектің жоғары жағында орналасқан. Ол тұз қышқылмен әрекеттесіп, сутек газын ығыстырады. Ал белсенділік қатарында сутектің төменгі жағында орналасқан алтын тұз қышқылымен мүлдем әрекеттеспейді. Жалпылай айтқанда, белсенділік қатарында сутектің жоғарғы жағында орналасқан металдар қышқылдардан сутекті ығыстырады, ал сутектің төменгі жағындағы металдар мұндай реакцияға түспейді. Егер біз магний, алюминий және мырышты сұйылтылған тұз қышқылмен өңдейтін болсақ, магний мен мырыш жағдайында қарқынды реакция жүретінін байқаймыз, ал алюминий бастапқыда мүлдем әрекеттеспейтіндей болып көрінеді. Алюминий сұйылтылған тұз қышқылмен әрекеттеспейтін болса, белсенділік қатарында неліктен магний мен мырыштың арасында тұрады. Белсенді алюминий ауамен әрекеттескен кезде металды қышқылдың әсерінен қорғайтын алюминий оксидінің қорғаныш қабатын түзеді. Алайда оксид қабаты концентрлі тұз қышқылмен өңделгенде еріп кетеді. Қышқыл металдың бетіне жеткен кезде реакция қарқынды жүреді. Металл бетінде қорғаныш оксид қабатының түзілу құбылысы пассивация деп аталады. Осы құбылыстың арқасында жеңіл және берік металл алюминий терезе жақтауларын, сусындар құятын құтылар және ұшақ бөлшектерін жасау сияқты көптеген қолданыстарға ие.
Алюминий контейнерлер азот қышқылын тасымалдауда қолданылады. Себебі пассивацияланған металл қышқылмен әрекеттеспейді. Белсенділік қатарының бас жағында орналасқан өте белсенді металдар, мысалы калий, суық сумен өте қарқынды реакцияға түсіп, калий гидроксидін және сутек газын түзеді. Бұл реакцияның жүру барысын реакция кезіндегі реагенттер мен өнімдердің энергия өзгерісін көрсететін энергетикалық диаграмма арқылы көрсетуге болады. Реагенттердің өнімдерге айналуы үшін белгілі бір энергетикалық кедергіні асу керек екендігін көре аламыз. Калий мен судың жағдайында белсендіру энергиясы деп аталатын энергетикалық тосқауыл төмен болып табылады. Сол себепті бұл реакция төмен температурада да қарқынды жүре береді. Белсенділік қатарымен жоғарыдан төменге белсенділігі азырақ элементтерге қарай қозғалған сайын энергетикалық тосқауылдың биіктігі артады. Демек, натрий мен судың арасындағы реакция калий мен судың реакциясына қарағанда жай жүреді. Магний үшін энергетикалық тосқауылдың жоғарылығы сонша, ол жылу түріндегі қосымша энергияны қажет етеді. Сондықтан магний және магний мен сутектің арасында орналасқан элементтер тек қана ыстық сумен немесе су буымен әрекеттеседі. Белсенділік қатарында сутектен кейін орналасқан элементтер мысалы мыс, алтын немесе платина сумен де, су буымен де әрекеттеспейді. Натрий мен магнийдің сумен қалай әрекеттесетінін тексерейік. Біз натрий кесегін сумен толтырылған төңкерілген сынауықтың астыңғы жағына орналастырамыз. Бірден қарқынды реакция басталады, және сынауық газбен толады. Жағылған шырпыны сынауыққа жақындатқан кезде, газ өзіне тән дыбыс шығарып, тез тұтанады. Бұл реакцияның газ тектес өнімінің сутек екендігін көрсетеді. Біз реакциядан кейінгі ерітіндінің тамшысын әмбебап индикатор қағазының жолағына тамызамыз. Қағаз түсін көкке өзгертеді. Бұл ерітіндінің құрамында сілті бар екенін білдіреді. Жасалған тәжірибе натрийдің сумен әрекеттесіп, сутек пен натрий гидроксидін түзетінін дәлелдейді. Дәл осындай жағдайларда магний қалай әрекет ететінін тексерейік. Бұл жолы газ бөлінбеді. Демек бұл жағдайда ешқандай реакция жүрмейді. Алайда магний су буымен қарқынды түрде әрекеттеседі. Газдың бөлініп жатқанын бақылай аламыз. Газды тұтандырған кезде, ол сутекке тән өзіндік дыбыс шығарады. Магний мен су буы арасындағы реакцияның екінші өнімі ақ ұнтақ магний оксиді. Магний ауада көз шағылыстыратын ақ түсті жалынмен жанады. Реакция нәтижесінде көп мөлшерде энергия бөлінеді. Жылу түрінде энергия бөле жүретін реакциялар экзотермиялық реакциялар деп аталады. Реакция өнімі магний оксиді деп аталатын магний мен оттектің ақ түсті қосылысы. Мыс жалынның қатысында жанбайды, бірақ ауада жоғары температураға дейін қыздырылған кезде ол қара тұнбамен қапталады. Қара тұнба мыс пен атмосфералық оттектің арасындағы реакция өнімі мыс 2 оксиді болып табылады. Белсенділік қатарында сутектен кейін орналасқан кеңінен танымал металдар мыс, күміс, сынап, платина және алтын. Бұл металдар
көптеген белсенді заттарға жоғары төзімділік танытады. Олар сумен, су буымен және сұйылтылған тұз қышқылымен әрекеттеспейді. Олар тіпті оттекпен де әрекеттеспейді. Тек мыс қана жоғары температураларда оттекпен әрекеттесіп, қара тұнба мыс 2 оксидін түзеді. Мыс тек концентрлі азот қышқылымен ғана әрекеттеседі. Реакцияның газ тәрізді өнімі сутек емес, қоңыр түсті азот 4 оксиді болып табылады. Сынап пен күмісте дәл солай әрекеттеседі. Алтын мен платина тіпті концентрлі азот қышқылымен де әрекеттеспейді. Алтын тек тұз қышқылы мен азот қышқылының қоспасымен әрекеттесіп, сутек тетрахлора ауыратын түзеді. Қышқылдардың қоспасы патша арағы деп аталады. Себебі ол осы күнге дейін металдардың патшасы алтынды ерте алатын бірден-бір реагент болды. Белсенділігі төмен металдарды жалпы түрде асыл металдар деп атайды. Алайда бұл анықтама айтарлықтай нақты емес. Себебі көптеген химиктер сынап пен мысты асыл металдарға жатқызбайды. Магний сұйылтылған тұз қышқылмен қарқынды әрекеттеседі. Металды қосқан кезде газдың бөлінуі салдарынан реакциялық қоспа қатты көпіршіктене бастайды. Реакция барысында жиналған газ жағылған шырпының қатысында өзіне тән дыбыс шығарып, тез тұтанады. Бұл реакция нәтижесінде бөлінген газдың сутек екендігін білдіреді.